жол тәртібін бұзғандықтан кейбіреулер машина дөңгелегіне ілініп қаза тауып, кейбіреулер жарақат алады, ал кейбіреулер өмірлік мүгедек болып қалады. Сондықтан да әрбір оқушы мектепте оқылатын жолда жүру ережесі тақырыбындағы сабақтан мұқият тыңдап, әр сабақтан қорытынды жасап отыруға міндетті. Бағдаршамға бағынайық, балалар. Жол заңын дұрыс жүріп, абай болуды талап етеді. Жол тәртібін бұзбақ, ол қасиеттеді. Абайлаңдар, балалар, жол ережесіне мұқият болыңдар.